сәлем. Бүгін мен сіздердің шаштарыңызды тексеремін. Бит бар ма, жоқ па? Так, перчатки киіп алайын. Көзілдірігімді киіп алайын. Мынадай майда тарақ. Тексерейік. Бит бар екен, я. Ештеңе етпейді. Мен барлық биттеріңізді тазартып беремін. Барлығын тазартып, бүкіл биттерді өлтіріп. Сіз білетін шығарсыз, иә, жалпы бит не екенін. Ол мындай кішкентай қара, как не сияқты, насекомый сияқты. Осындай шаштарда жүреді. Шаштың кожасымен, терісімен жаңағы соны тамақтандырады өзіне. Жалпы бит біреуден жұғуы мүмкін сізге. Немесе егер шашыңызды ұзақ бойы жумасаңыз, шашыңыз кірленіп жүрсе, одан да пайда болуы мүмкін. Және ол басты қышытады, иә, өте қышиды бас. Қазір мен бүгін барлығын тазартамын. Осылайна мынадай майда тарақпен тарап. Арнайы шампуньдар болады, иә, осындай. Тоже алсаңыз болады, аптекада сатылады. Сонымен қолданып көрсеңіз, ол да көмектеседі. Шаштарыңыз шамалы үйсіп қалыпты, иә. Әдейі майда тарақ болады осындай, чтобы ана бүкіл биттерді былай алып шығу үшін тарағанда мыналардың араларында қалып қояды биттер. Өйткені олар өте кішкентай болады. Өте кішкентай. Тағы да сірке деген болады, иә. Ол бірақ шашқа жабысып тұрады, және ол түсі ақтау. Как қайызғақ сияқты, кейбіреулер оны қайызғақпен шатастыруы мүмкін. Бірақ сірке кейін өзгесін, иә, ол битке айналуы мүмкін. Осылайна
әрине шашыңызды тақыр басқып алудың керегі жоқ. Өйткені кейбіреулер сондай кеңес береді, бит пайда болғанда шашты тақыр басқып алып тастау керек деп. Сол кезде шашпен бірге биттердің барлығы да кетеді, түсіп. Бірақ ол керек жоқ, әрине бұндай шашты тақыр басқып алудың. Егерде жарайды ұл бала болсаңыз, ұлдарға болады тағды бастың шашын тақыр қылып алған, өйткені олардың шаштары енді қысқа, кейін өседі. Атак қыздарға енді әрине қиындау болады, тақыр басып жүрген. Тем более сіздің шашыңыз осындай ұзын. Бұны қаншама жыл өсірген шығарсыз, иә. Ауыртып жатқан жоқпын ба? Ауырып жатса айтыңыз, иә. Просто сіздің шашыңыз шамалы үйсіп қалған, кішкене ауыртуы мүмкін. Майда тарақ болғасын. Именно осы түбін қараймыз. Өйткені биттер осы бастың кожа жағында болады, мынадай жағында болмайды. Ұзын шаш жағында ондай бит болмайды. Көбінесе мынау бас теріс жағында болады. Кейін осы тазартып болғаннан кейін үйге барасыз ғой. Үйге барғасын осы жататын жастығыңыздың жаңағы наволочкасын ауыстырыңыз міндетті түрде. Кейін сүлгілеріңізді, иә, бас сүртетін сүлгіңіз, солардың барлығын ауыстырыңыз, жарайды. Міндетті түрде ұмыт қалмаңыз, ұмыт кетпеңіз. Өйткені оларға да бит шамалы тұрып қалуы мүмкін. Үйде сіз жалғыз тұратын ба едіңіз? Үйде тағы басқа адамдар бар ма? Болса, оларды да тексере салу керек, иә. Өйткені оларға да жалпы жұғуы мүмкін. Маған келсін, мен тексеріп берем. Барлықтарын, иә, шаштарын, бастарын. Ешқандай ақша төлеудің керек жоқ, барлығы тегін. Кішкене қалды, кішкене. Ондай көп емес сізде. Кейбір адамдарда болады өте көп биттер. Оларды бірнеше күн жалпы тазартамыз. Сізде ондай көп емес, кейбір жерлерде мүмкін енді басталып жатыр ма? Енді я пайда болған шығар сізде. Жай тарап осылай. Егерде шапкаларыңыз болса, иә, қазір енді күн суықтау, шапка киіп жүрсеңіз, немесе орамал тағатын болсаңыз, оларды да міндетті түрде ауыстыру керек, жарайды. Енді мен айтпайым, бірақ өртеп тастаңыз, немесе мусорға тастаңыз деп, жай ғана жуып алсаңыз болады, иә. Андай мүмкін хлоркамен кішкене ғана хлорка құйып жуып алсаңыз, сол бүкіл наволочкалар
сүлгілеріңіз, шапка орамалдарыңыздың барлығын бір-бір салып алсаңыз болды. Егер биттер болатын болса, олардың барлығы өліп қалады, иә. Тазартып отырам. Бастысы әрине жиі жуықтыру керек, енді күнде деп айтпаймын. Хотя бы бір аптасына 2 рет жуықтырсаңыз шашыңызды, иә. Уже почти пол қалдық. Мен қарап жатырмын, я уже биттер азайып почти жоқ сияқты тарақта. Тағы бір осындай тексеріп жіберейік. Мына жерін алдыңғы шаштарыңыз, челкаңыз. Шашыңыз түседі екен, иә. Оған да арнайы шампунь алсаңыз болады. Арнайы осындай түсуден және әртүрлі бальзам, маскалар алып жақсаңыз, басыңызға, шаштарыңызға көмектеседі, жақсы, иә. Қатты қымбат алудың керек жоқ. Лучше әртүрлі андай табиғи, натуральный шөптермен, сондаймен алыңыз. Айранмен немесе тарап жіберейін. Үйсіп қалғандарын жамау. Және ешқандай қорқудың керек жоқ. Бұл жай ғана бит. Ешқандай бір қауіпті емес, қандай серьезный ауру емес бұл. Барлығында болып тұрады, иә. Әсіресе кішкентай балаларда көп болады. Мектепке, мысалы, садикке баратындар, өйткені ол жақта бір балада бит пайда болса, қалғандарына да осындай тез жұғып кетеді. Сондықтан көбінесе осындай оқушыларда болады. Оның бәрі емделеді. Я қорықпаңыз.
көрсеңіз болады.